Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін үйіңізде ақша көп болу үшін аптаның әр күні жасауға болатын наным сенімдері туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі күн бұл сейсенбі. Сейсенбі көптеген бастамамен шешім қабылдауға қойылған күн болып саналады. Себебі сейсенбі күні ақшаға қатысты қандай наным сенімдер бар екенін сұрайық. Бұл күні сіз қаржылық операцияларды жоспарлап, оларды жүзеге асыра аласыз. Төлемдер мен сатып алулар сәтті болады. Ал ақшаға қатысты кез келген өзгеріс үйіңізге пайда мен табыс әкелетін болады. Себебі бұл күн Марстың ықпалында. Сейсенбі күні ақшаға байланысты төмендегі ырымдарды орындауға болады. Бұл күні тырнақтарыңызды дөңгелек немесе шашып пішіндетіп алыңыз. Екінші, әмияныңызды ашып, ондағы кез келген ақшаны алып былай деңіз. Ақша үстіне ақша келе жатыр және менің әмиянымда ақша көп қалады. Менің байлығым артып, бұдан да көп бола түседі. Сәрсенбіде осы айтылған ақшаңызды өзіңіз ұнаған затқа жұмсаңыз. Үшінші, үйіңізге ақша тарту үшін әмиянға лавр немесе жалбыз жапырағын, бұршақ дәнін, ескі монета немесе демалыстан әкелген өзге елдің ақшасын салып қойыңыз. Сейсенбі күні туылған ер адам әрқашан ақшалы болады. Осы күні дүние есігін ашқан азаматты іздеңіз, және бұл күні ұлыңыз туылса қуаныңыз. Сейсенбі күні өзгеден ақша алмаңыз. Ал егер несие алсаңыз, оны төлеуге ұзақ уақыт кететін әрі қайтару оңай болмайтынын естен шығармаңыз. Егер осындай видео ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз бұлардың қайсысын жасайсыз? Өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сізге ақпарат ұнады ма? Сейсенбі күні